тоқтатып амандасып рахметін айтып жатыр. Красавчик, молодец. Рахмет. Қазақстан! Мейрамдарыңызбен. Мереке құтты болсын. Мен бірақ тегін кофе үшін келмедім. Бәйдібек би монументі. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Бүгін 16 желтоқсан 2025 жыл. Тәуелсіздігімізге биыл 34 жыл. Соның құрметіне көк байрағымызбен жүгіретін боламын. Құдай қаласа менің осы каналымдағы алғашқы видеом Шымкент қаласы, таңғы сағат 7. Бисмилла. Алғашқы шақырымдар Нұрсәт шағын ауданы. Енді расай бақ. Тәуелсіздік құтты болсын. Енді расай бақ. Менің үйімнен шамамен 2 шақырым. Шым қаламыздың ең адам көп келетін, адамдар көп жиналатын орын. Саябақ. Енді саябақ жүгіруге, спортпен шұғылдануға өте ыңғайлы, өте қолайлы, өте жарық. Жаздың күні салқын. Көк байрағын желбіре. Мен ризамын. Түсіріп үлгермедім. Үлкен кісілер ғой, әсіресе тоқтатып, амандасып рахметін айтып жатыр. Фотоға түсіріп жатыр. Құт мейрам. Енді саябақтан шықтым. 6 шақырым болды. Алғасы алдымда 10 шақырым бар. Құдай қаласа ешқандай жарақатым мазаламаса толығымен жүгіріп шығамын. Автобустың жүргізушісі көк байрағымызды сыйлап маған жол берді. Бәйдібек би монументі осы жерге дейін 8-8, шамамен 9 шақырым болды. Шымкент қаласы. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ елі. 16 желтоқсан, тәуелсіздігіміз құтты болсын. Биыл бізде 34 жыл. Қазір міне Шымкент қаламыздағы Тары кофеханасына келдім. Кеше Инстаграмнан байқап қалған болатын. Тәуелсіздік күніне орай кімде-кім осындай көк байрақпен келетін болса тегін кофе деп. Мен бірақ тегін кофе үшін келмедім. Сол тегін кофені беру арқылы тәуелсіздік мейрамын құнды қылып көрсетуге тырысып жатқан
осы тары кофеханасын дәріптеу үшін, сол кісілердің осындай керемет акциясын қолдау үшін келіп тұрмын. Қазір ішке кіретін болам. Бірақ көк байрақ биік, есікке сыймайды. Қалай кірсем екен деп тұрмын соған. Көреміз қазір бір амалын тауып. Тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Көк байрағымыз осылай төбемізден желбіреп тұрсын. Алға Қазақстан, алға қазақ. Ассалаумағалейкум. Мейрам құтты болсын. Жақсы, рахмет. Рахмет сізге, сау болыңыздар. Мейрам құтты болсын. Тары, рахмет. Менде қазір 10 шақырым болды. Алла қаласа 6 шақырым жүгірем. Сонымен 16 желтоқсан тәуелсіздік күніне арналған кішігірім челленджім. Бүгіндікке тәмам, Алла қаласа. Мәңгілік болсын тәуелсіздігіміз. 16 желтоқсан түнгі 12-ден 17 желтоқсан түнгі 12-ге дейін осы акция жалғасады. Бүкіл қаланың барлық тары кафелерінде, кофеханаларында. Көк байрағымызды желбіретіп барып, осы акцияға қатысып, қолдап қойыңыздар. Шымкент. Красавчик, молодец. Рахмет, рахмет. Шымкент қаласының әкімдігі. Нұрсат шағын ауданы. 15 шақырым болды. Алла қаласа 1 шақырым. Содан соң финиш. Шымкент қаласы әкімдігінің жанындағы сквер дейді, жасыл аймақ. Жүгіруге өте ыңғайлы. Адамдар серуендейді. Өте жақсы жер. Мейрам құтты болсын. Мейрам құтты болсын. Қазақ мың жасасын. Мейрамыңызбен. Қазақстан. Мейрамдарыңызбен. Береке құтты болсын. Бірге болсын, рахмет. Мерекелеріңізбен. Соңғы 16 шақырым, құдай қаласа. 16 шақырым болды. Енді үйіме дейін жүріп барайын. Бүгінгі миссиям орындалды. Аллаға шүкір. Негізі аяғымда жарақатым бар. Шыдай аламын, шыдай алмайым деген қорқыныш болды. Шүкір бірақ
шыдай алдым. Тәуелсіздік құрбандарының күшігі жар. Елім аман болсын. Он 16 шақырым бар. Ал құрметті қазақ елі, бүгінгі 16 желтоқсан тәуелсіздік мейрамымыз құтты болсын. Бізге 34 жыл, Алла қаласа еліміз мың жасасын. Ақыретке дейін жасайтын тұғырлы, дамыған мықты ел болайық, Құдай қаласа. Көк байрағымыз төбемізде желбірей берсін мәңгілікке. Бүгінгі өзімнің кішігірім челленджім осымен аяқталды. Менің каналымдағы алғашқы видео. Қолдап келіңіздер, Құдай қаласа. Қазақша контенттер жасайтын болам, салатын болам. Рахмет баршаңызға. Мейрам құтты болсын. Қазақстан алға, қазағым алға. Мәңгілік жаса. Жақсы.